Ұлт саулығы жөніндегі қоғамдық кеңесті білеміз, өте белсенді жұмыс жүргізіп жатыр қазіргі уақытта. Бұл дегеніміз бірақ Нұр Отан партиясын біз жамандау емес. Бізде кейде қоғамда бір сұрақ пайда болады, осы бастауыш партия ұйымдарының міндеті қандай, функциясы қандай деген. Қоғамдық кеңеске біз ешкімді сүйреп әкелген жоқпыз. Оралман деген сөзді қандас деген сөзге ауыстырған сияқты аты ғана өзгеріп, зат өзгермей қалатын дүние емес па деген сұрақ бар. Науқан кезінде араласатын депутаттарымыз да бар. Біздегі рейтинг бұндай дүниелерді бағалауға қауқарсыз екенін көрсеткен сияқты. Бір-бірін қайталайтын функциялар көп еді. Қазақстанда кәсіп бастау қиын ба? Саясаткерлер саясатпен айналысу керек. Экономикада жүрген адамдар экономикамен айналысу керек. Сен 2000 теңге бері ғой, мен саған миллион табудың жолын үйретемін дейді. Сөйлеу құқығы бар ол кісіде. Шынымен де бар нәрсе ме, жоқ әлде бұл әшейін алаяқтықтың бір түрі ма? Жағдай мүшкіл болатын олар біледі. Ата-аналарға үндеу жасап жаттық, балаларыңызды үйден шығармаңыздар деген сияқты. Саясат неміс үшін жасалу керек. Туризм неміс үшін жасалу керек. Қайырлы күн, құрметті көрермен, біз уақыт каналында өздеріңізбен қайта жүздесіп отырмыз. Бізде соңғы уақытта мынау әлеуметтік желідегі ең кең талқыланған тақырыптардың бірі мынау партияның модернизациясы, жаңа жүйе, және одан өзге де мынау халықаралық елдің ішіндегі мәселелерге қатысты тақырыптар болды. Соған қатысты енді біз бір қатар сұрақтарымызды топтап, жинақтап, мынау партияның, Аманат партиясының Шымкент қалалық филиалы төрағасының орынбасары Мұратәлі Оразалыұлына келіп отырмыз. Сұхбатқа келісім бергенің үшін алғысымды білдіремін. Енді бүгін мынау сұхбат барысында партияның модернизациясына қатысты, қоғамдағы қордаланған мәселелерге қатысты, оның ішінде кәсіпкерлік салаға қатысты сұрақтарымыз бар. Жауап беруге дайынсыз ғой? Дайынбыз. Жақсы, онда бірден сұраққа көшейік. Мынау бұрынғы Нұр Отаннан қазіргі Аманат партиясы дейміз ғой, соның басты артықшылығы, ерекшелігі неде? Жалпы мынау партияның модернизациясы туралы қысқаша түсіндіріп айтып өтсеңіз. Бұл жерде бір нәрсеге тоқталу керек. Әрбір нәрсенің бастауы бар және аяғы болады. Шыңына шығатын кезі болады және оның қайтып бәсеңдеу кезі болады. Осы сияқты 1999 жылы 1 наурызда құрылған Нұр Отан партиясы өзінің мемлекетке, қоғамға беретін берді максималды түрде. Одан осы жақында өздеріңіз білесіздер, 1 наурыз күні кезектен тыс партияның съезінде төраға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сөздерін өздеріңіз тыңдадыңыздар. Ол жерде былай деді: фракция жетекшісі парламент спикерінің ұсынысына сәйкес партияны атауын өзгерту ұсынысын қабылдады және оны әрі қарай жетілдіру бойынша біраз тапсырмалар берді. Енді жұмыс істеген жерде кемшілік болады міндетті түрде. Оның көптеген бағыттары бойынша жаңағы қоғамды дамытуға, бүгінгі қоғамның талабына, халықтың талабына сәйкес келмейтін тұстарының барлығы айтқан болатын. Осыған байланысты бұл дегеніміз бірақ Нұр Отан партиясын біз жамандау емес. Нұр Отан партиясы өзінің мүмкіншілігінше жұмысты жасады 30 жылдың көлемінде. Біздің әр экономикалық әлеуметтік дамуымыздың барлығы Нұр Отан партиясын бірге жүрді. Бірақ та қоғам және халықтың талабы қазір басқаша, өзгеру керек. Көптеген салалар бойынша жаңағы ескірген жұмыстарды қайта жаңғырту бойынша ұсыныстарды біз тарапымыздан енгізген болатынбыз. Олардың көпшілігі осы 1 наурызда айтылған ұсыныстардың ішінде қабыл алынды. Оларға айтатын болатын болсақ, мысалға былтырғы жылы қоғамдық кеңестер құрылған болатын партияның ішінен Шымкент қалалық филиалында 11 қоғамдық кеңес құрылды. Олардың біз түсінгеніміз бір-бірін қайталайтын функциялар көп еді. Біз ұсынысымыздың ішінде осы қоғамдық кеңестерді 11-ден жаңағы 8-ге дейін кішірейту, азайту бойынша кейбір функцияларды қайталайтын дүниелердің бәрін қосып, жаңағы қоғамдық кеңестің сапасын арттыру бойынша ұсыныстар енгізді. Ол бір. Екінші, бастауыш партия ұйымдары бар. Біз партияның негізгі құрылымы, сол бастау алатын бұлағы бастауыш партия ұйымдары. Ол 50-дің үстінде болған болса, біз солардың барлығында әрлендіріп, жұмыстарын қайта жасақтап, шын мәнінде дұрыс жұмыс жасауға қайта шақыру бойынша ұсыныстарды енгіземіз. Бұл да енді, және оның тарапынан жұмысты жетілдіру үшін жиналған взнос дейді ғой, жарна,
сол жарналардың жиналғанын қайтарып 20%-ын қайтып сол бастауыш партия ұйымдарына қайтып беру туралы ұсынысымызды мемлекет басшысы жаңағы орталық аппарат партияны қолдап бізге қайтып айтты. Бұл дегеніміз жаңағы қайтқан қаражатқа біз өзіңіз білесіз, партия халық алдында уәде берді және партияның жаңағы сайлауалды бағдарламалар жасалынды. Бүкіл жаңағы мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, келісе отырып жасалған осылардың барлығын орындауға жұмсалады. Жаңа қаражаттың барлығы да орындау үшін жұмсалады. Бұл екі. Үшінші, өзіңіз білесіз, мына партияның ішінде жаңағы әңгімелер болды. Мына жерде талқылау керек сияқты. Халық әртүрлі әңгімелерге айтады, өзіңіз білесіз. Сыртта айтады, көшеде айтады, өзіңіз білесіз, біз енді Құдайды айтады, жиналған жерде айтады, немесе моншадағы әңгіме деген сияқты, моншада айтып жатады. Бұның барлығын айтқан дұрыс шығар, бірақ біз партияның ішінде осы бір талқылайтын бір алаң болса деген ұсыныс болған бізде. Осыны да қолдап талқылау алаңы құрылатын болды. Бұл деген сөз әртүрлі бағыттағы ойдағы азаматтардың барлығы партияға келіп ойын айтуына толық мүмкіншілік алып отыр. Бұл алаң құрылғаннан кейін айтатын боламыз. Бұл төрт. Одан кейін мына азаматтарды қабылдау бөлімі. Бұл жерде біз критерийлер әртүрлі болатын. Осыны Қасым-Жомарт Кемелов айтты. Осы азаматтарды қабылдау бөлімінің жұмысын жандандыру керек деді. Бұл жерде келетін азаматтар өзінің мәселесін шешу бір бөлек, ол міндетті түрде шешу керек. Одан бөлек бұл жерде адамдар ұсыныстарын қабылдайтын жер болу керек деді. Ұсыныстарды азаматтардың барлығы да өз ұсыныстарын келіп айтып, жаңа жерде проблемаларын айтып, ұсыныстарын айтып, ал егер де ол ұсыныстарын айта отырып және шешу жолдарын айтатын болса, бұл керемет болады. Өзіңіз білесіз, мына Жапониядағы Toyota корпорациясында өткен бір осындай бір жақсы бір дүние бар. Әлемнің түкпір-түкпірінен ұсыныстар жинайды. Toyota жаңа машиналарының қай жерінде қандай кемшін тұстары бар? Кемшін тұстарын дұрыстау үшін қандай ұсыныстарыңыз бар? Осыны Toyota корпорациясы өздеріне қабылдап отырып, және де егер де дұрыс ұсыныс болатын болса, олар жаңағы енді корпорация болғаннан кейін жаңағы ақшалай оларға вознаграждение береді. Жақсы ұсыныс болған жағдайда. Енді бұл жерде біз енді салыстырмалы түрде біз енді қаражат бермейміз, бірақ та жақсы ұсыныстар болатын болса, ел үшін, қоғам үшін, мемлекеттің дамуы үшін ұсыныстар болатын болса, бұны біз қабыл алуға дайынбыз. Бұдан бөлек жаңағы мемлекет басшысы, партия төрағасы, мына партия мемлекеттік органдардың жұмысын қайталамау керек деді. Мемлекеттік органдардың жұмысын қайталамау керек. Бұл мемлекеттік органдарға қайта бағдар беріп отыратын, саясатты түсіндіріп отыратын орган болу керек деп айтты. Одан бөлек мына мемлекет пен билік пен халық арасындағы нағыз дәнекер жаңағы орган болу керек деп айтты. Нағыз дәнекер. Биліктің жаңағы билікте айтылған дүниелердің барлығын алып халыққа жеткізу, халықтың айтып жатқан нәрселерін бәрін билікке жеткізетін осындай бір дәнекер көпір болу керек деп айтты. Сондықтан да біздің Аманат партиясы осы дүниелердің барын алып баруда үлкен аманатты өз мойнына алды, жауапкершілікті алды. Сондықтан да бұл менің ойымша ары қарай үлкен абыройлы партияға айналатынына күмәніміз жоқ ешқандай да. Жақсы. Енді мына жаңа қоғамдық кеңестер жайында айтып отырмыз ғой. Іріленеді деп отырсыздар, қысқарады саны деп отырсыздар. Біз осы күнге дейінгі қоғамдық кеңестерді қарап отырсақ, мынау ұлт саулығы жөніндегі қоғамдық кеңесті білеміз, өте белсенді жұмыс жүргізіп жатыр қазіргі уақытта. Дегенмен де қалған мына 11 қоғамдық кеңес бар дедік қой. Солардың біз жұмысын кейде бір көрмей жатамыз, байқамай жатамыз, білмей жатамыз. Енді осыған қатысты іріленгеннен кейін сол басшылық құрам, сол комиссия төрағалары қала ма, әлде ол жаңара ма? Мен сіздің сөзіңізге толық қосыламын. Толықтай қосыламын. Біз мына қоғамдық кеңестерді құру жұмысы былтырғы жылы мамыр айында басталған. Құрылып біткенше жаңағы маусым айы болды.
сосын жұмыстарының барлығы дәл сол кезде білесіз, мына елде пандемия, өте қатты белең алған карантин шараларының бары болды. Осыған сәйкес жұмыс өз деңгейінде жүрген жоқ, біз оны айта аламыз. Жүрген жоқ, жүрді деп айта алмаймыз. Ал мына ұлт саулығына байланысты жұмыстың жанданғаны дәл сол кезде мына пандемия, карантин және де осы салаға байланысты болғаннан кейін жұмыс жанданды, әрі төрағасының да белсенді екендігін көрсетті бұл жерде. Сондықтан мүшелерінің де, осы кеңестің мүшелерінің де белсенді екенін көрсетті. Осыған байланысты бүгінгі таңда жалпы осы қайта құрылғалы отырған қоғамдық кеңестердің төрағалары 90%-ға ауысатындығын біз айтамыз. Демек жаңарады, Жаңарады. Өйткені жұмыс бізде былай ғой. Егер де қоғамдық кеңеске біз ешкімді сүйреп әкелген жоқпыз. Және де ол жерде егер де жұмыс істей алмайтын, немесе жұмыс істей алмайтын емес, уақытысы жоқ. Басқа жеке жұмыстармен айналысатын азаматтар болса, азаматшалар болатын болса, біз оларды қинамаймыз. Бізге белсенді қоғам үшін, ел үшін, мемлекет үшін жанқиярлыққа барып жұмыс жасайтын азаматтар мен азаматшалар қажет. Және мүшелері де ауысатын болады. Ауыстырып та жатырмыз бүгінгі таңда. Жаны ашитын елге. Мына қазір таңда президентіміз айтып отыр ғой, жаңа Қазақстан. Жаңа Қазақстанды құруға кәдімгі патриоттық сезімі жоғары азаматтар керек бізге. Өзіңіз білесіз, мемлекет басында жүргендерді айтып жатыр, біз де айтамыз, біз мына желтоқсан айында ұйықтап, қаңтар айында мына оқиғалардан кейін қайта басқа бір әлемде, басқа бір мемлекетте, басқа бір қоғамда оянғандаймыз. Шындығын туайында келгенде мына халықтың санасы өзгеріп келе жатқандығын біз көріп отырмыз. Енді біз партия бар күш-жігерімізді салып, сол халықтың талап тілектерін орындау үшін және мемлекеттің әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосу үшін жұмыс жасауымыз керек. Түсінікті. Енді мынау жаңа айтып отырмыз ғой, бастауыш партия ұйымдары туралы. Енді бізде кейде мына қоғамда бір сұрақ пайда болады, осы бастауыш партия ұйымдарының міндеті қандай, функциясы қандай деген. Мынау жергілікті біздегі филиалдан, депутаттардың міндеттері бар ғой, олардан айырмашылығы қандай деген сияқты. Енді кейде бір қоғамға назар аударып, пікіріне назар аударатын болсақ, айтып жататын тұстары да бар. Бұл бастауыш партия ұйымдары партияның партиялық жарнасын жинаудағы негізгі функциясы сондай деген бір түсініктерде келіп жатады арасында. Енді осыған қатысты бір нақтылап айтып өтсеңіз. Бірнеше функциялар бар. Соның ішіндегі бір функциясы жарна жинау, әрине. Жарна жинау бұл партияның өзінің құрылымында, партияның өмір сүру үшін жарна керек. Партияны ұстап тұру керек қой бір нермен, қаражатпен. Партия керек, жарна ол бір бағыты ғана. Ал бастауыш партияның басқа жұмыстары өте көп. Партияластармен үнемі жиындар өткізіп отыру керек олар. Өткізіп отырады да, өткізіп отырғандары да бар. Көп олар. Мысалға орталық аппараттан тиісті тапсырмалар келеді бізге, филиалға мысалға. Біз филиал өзіміздің тарапымыздан әлеуметтік желілер арқылы, телевидение арқылы сұхбаттар береміз. Оны көретін азаматтардың саны өзіңіз білесіз шектеулі. Ал оны ары қарай жеткізетін кім? Саясаттың барлығын. Қандай өзгерістермен толықтырып отқандарын жеткізетін кім? Именно бастауыш партия ұйымдары. Бастауыш партия ұйымдарының негізгі функциясы осы партияның жүргізіп жатқан жұмыстарының барын жергілікті жерде партияластарға және жергілікті жерге жеткізіп отыру. Өзіңіз білесіз, біздің партия ұйымында мұғалімдердің, ұстаздардың саны көп, дәрігерлердің саны көп бізде, бизнесмендердің саны жеткілікті. Ал мемлекеттік органда жұмыс жасап жатқандардың саны олар өз шектеулі, білесіз өзіңіз. 30 мың үстіндегі партияластарымыз бүгінгі таңда көпшілігі осы азаматтардан құрайды. Олардың барлығына үнемі партияның істеп жатқан жұмыстарын жеткізіп отыру керек. Бұнымен айналысатын бастауыш партия ұйымдары. Үнемі айналысатын бастауыш партия ұйымдарымен бізде өзіңіз білесіз, мына чаттар дейді ғой,
чаттар бар, чаттарға үнемі тасталып отырады. Бүгін келген нәрсе жаңағы 10 минутқа жетпей олар біліп отырады. Оны ары қарай тарататын, олардың барлығын түсіндіретін. Жаңағы адамдарды білесіз ғой, кейде түсініксіздердің барлығы дұрыс түсінілмеуден болып жатады. Соны дұрыс түсіндіру, дұрыс жеткізу басты мақсатың. Сондықтан бастауыш партия ұйымдарының жұмыстары осымен айналысатын болады. Түсінікті. Енді мынау біз өте жақсы білеміз, партия төрағасының бірінші орынбасары лауазымы жойылды. Енді бұл партия атқарушы хатшысы деген лауазым пайда болды. Осы жайында кейіннен ақпар білгіміз келеді. Мысалы, мынау халықтың арасында сұрақтар да көп, соның біріне бүйтіп саятын болсақ, мынау ауысуы лауазымның оралман деген сөзді қандас деген сөзге ауыстырған сияқты аты ғана өзгеріп, зат өзгермей қалатын дүние емес па деген сұрақ бар. Осыған қатысты сіз қалай жауап берер едіңіз? Енді затының өзгергендігін уақыт көрсетеді. Уақыттың еншісінде аты өзгерді. Аты өзгерді, затының өзгергенін менің ойымша көп ұзамай халық оны көретін болады. Өйткені мен тағы да қайталап айтамын. Біз қазір жаңа Қазақстанда жаңа бір уақытта бір айдан кейін ғана, бір ай уақыт бізге жеткілікті, бір ай емес, даже бір кішкене уақыт мерзімінің ішінде біз бір басқаша бір әлемде, басқа бір мемлекетте туылған сияқты болды. Сондықтан да бір халықтың талап тілегін қазір орындау басты мақсат. Сосын біздің еліміздегі 19 миллионның үстіне 20 миллионға жақын азаматтарымыздың қазір көздері ашық, көкіректері ояу. Шынын айту керек, баяғыдай емес. Қазір нақты дүниелерді айтылмаса, ешкім сене бермейді. Сену үшін оларға біз қазір өзіміздің жұмысымызды нақты көрсетуіміз керек. Айтылған уәделерімізден шығуымыз қажет. Шығып та жатырмыз. Енді партияның жұмысы мына атқарылып жатқан жұмыстарды халыққа дұрыс жеткізу. Салынып жатқан көпірлерді салынып жатқандығын, салынып жатқан көшелерді салынып жатқандығын, салынып жатқан мектептерді, больницаларды, ауруханаларды, балабақшалардың барлығын дұрыс жеткізу. Сосын мына әлеуметтік желілерді дұрыс қолдану. Жаңағы медиа саласына біз көңілді, аса бір қаттырақ көңіл бөлу туралы біз ұсынысымызды қабылдады деп мен жаңа айттым ғой. Бұл біз халыққа қазір мына телеарналар арқылы ғана емес, оның өзінің шектеулі көретін контингенті бар. Біз мына әлеуметтік желіні көбірек қолдану. Өйткені заман талабына сай барлық азаматтарда гаджет, барлығында телефон, жаңағы көшеде кетіп барады, көре береді халықтың барлығы да. Ал біздің жасалатын жұмыстарымыздың барлығын ел көру керек. Осыны біз жұмыс жасайтын боламыз. Партия өзгеретін болады. Жақсы. Енді мынау жаңағы партияның беделі жайында айтып отырмыз ғой. Енді оның бұрыш келіп рейтингке тірелетінін жақсы білеміз. Өзіңіз де байқаған шығарсыз, мынау кейбір депутаттар айлап көрмейді, рейтинг жақындаған кезде күнде бірнеше тікелей эфирге шығады. Тікелей эфирдің біздің естуіміз бойынша, бізге белгілі ақпарат бойынша оның балы жоғары, сондықтан ол сол арқылы бал алып жүргендігінде. Енді бұл нені көрсетеді? Бұл біздегі рейтинг бұндай дүниелерді бағалауға қауқарсыз екенін көрсеткен сияқты. Осыған қатысты рейтинг жүйесі немесе бағалау жүйесін өзгертуге қатысты ұсыныстар берілді ма орталық аппаратқа? Ұсыныстар берілді. Мен сізбен қосыламын. Барлық депутаттарға мен күйе жағудан аулақпын. Жұмысты жасап жатқан депутаттар бар. Етене халықпен араласып, кәдімгі мемлекеттік қызмет сияқты азының кешкешен осы салаға өзін арнап жатқан депутаттар бар. Ішінде жаңағыдай науқан кезінде араласатын депутаттарымыз да бар. Рейтинг мәселесінде айтылып келе жатыр, бұл жаңадан қабылданған жүйе. Бұл жүйенің ішінде кемшін тұстар бар, бірақ ол қалдырылды. Рейтинг қалдырылды. Жалпы рейтинг қалады. Бірақ ішіндегі функционалды міндеттері өзгеру ықтималдығы көп. Өзгеру керек деп санаймыз. Жаңағыдай шынайы жұмыс жасап, кейде оны көрсете алмай жатқан депутаттарымыз да бар мысалға. Бірақ жұмысы керемет, халықпен етене байланысты, өзінің функционалдық міндетін толығымен атқарып жатыр. Бірақ та жаңағы телеарналарда немесе мына әлеуметтік желілерде өзінің жұмысын көрсете алмай жатқандар бар. Біреулер бар, бір депутаттар бар, жаңағы жұмысын жақсы атқарып жатыр,
дұрыс жатқарады, әлеуметтік желіде көрсете алып жатыр, ол жақсы. Енді қазір таңда осы рейтинг бойынша нақты ұсыныстар қабылданып, өзгерістер толықтырып енгізілейін деп отыр. Өзгерістер толықтырып енгізіледі, ол енгізілгеннен кейін біз нақты айтатын боламыз. Түсінікті. Енді мынау жаңа айтып отырмыз ғой, депутаттардың қоғамдағы беделіне қатысты. Мемлекет басшысы айтып өтті, бұл тиісті деңгейде емес депутаттардың беделі қоғамда деді. Осыған қатысты сұрақ келеді бізде. Біз қазір жасыратыны жоқ, мәслихат депутаттарын көбіне жасаған қайырымдылық шаралары немесе берген ақшасы арқылы олардың қызметін бағалап жатады көп халықтың арасында. Бірақ енді біз қарап отырсақ, оның функционалды қызметіне қарайтын болсақ, депутаттық сауал жолдау, бюджетті бекіту сияқты ауқымды, маңызды, өзекті міндеттері тағы бар. Осы кезде бізде сұрақ туындайды, біз осы қоғам ретінде олардың беделін көтеру үшін, депутаттардың қоғам арасындағы абыройын арттыру мақсатында партия тарапынан қандай шаралар атқарылып жатыр қазіргі уақытта, немесе қандай бастамалар бар деген сұрақ туындайды. Өте орынды сұрақ. Мысалға біз бүгінгі таңда осы партияластарымыздың, фракция мүшелерінің, депутаттарымыздың абыройын көтеру үшін біз жол карталарын, сайлауалды бағдарламаларын бөліп бердік. Әр депутатқа мына саланың өзінің жаңағы қолынан келетін, сол салада жұмыс жасайтын деген сияқты дүниелермен біз жаңағы бағдарламаларды, жол карталарын бөліп бердік. Және де соны басты мақсат біз уәде бердік қой халыққа. Ал оның орындалуын жасайтын жергілікті атқарушы орган. Бюджет арқылы бөлінгендер бар, ал оның жұмысын бақылау депутаттың жұмысы. Ол дер кезінде орындалуы. Және де оның сапалы орындалуы. Ол депутаттарға біз жүктедік. Бұл депутаттар, қазір рейтингтерде сол болады. Рейтингтерде бағалы сол сайлауалды бағдарламаның орындалуын бақылау және нақты орындату бойынша рейтингте үлкен бағалатын болады депутаттар. Бұл бір. Екінші, депутаттардың халық алдындағы абыройы жаңағы тек қана қайырымдылықтан емес, шынайы мәселелерді биліктің алдында көтере білуінде. Жаңа сіз айтып отқан жаңағы арнайы депутаттық сауалдарды көтеру арқылы. Осы бізде өзіңіз білесіз, кешегі 1 наурызда мемлекет басшысы партия төрағасының тарапынан да ұсыныс болды, фракцияның жұмысын жетілдіру. Бұл деген сөз, сол біздің депутаттық корпустағы 24 депутатымыз, фракция мүшелері барлығы Аманат партиясының халықтың айтқан запрос дейді ғой, сұраныстарының барлығын маслихатта қарап, сессияларда қарап, бекіту, жеткізу, таласу сол жерде. Таласу керек. Өзінің округіне байланысты, немесе бөліп берген сайлауалды бағдарламаны орындату бойынша мына жерде ол кісілер күресу керек. Күресте жатыр. Енді бірақ оны жетілдіру жұмыстарды жүргізу керек. Ол үш. Сосын депутаттар, мысалға бүгінгі таңда мен енді шынайы айтайын, бұрынғыдан өзгеріс бар. Мысалға, мен енді бұрынғы депутаттарға жаңағы туралы айтайын, басым көпшілігі сайланатын кезде, сайлау кезінде сайланып алатында, кейін 4 жыл, 5 жыл бойы сайлаушыларын ұмытатын. Көпшілігі барып лента қиып жүретін, жаңағы тойларда бірінші сөз беріліп, бұл ашық халықтың арасында айтылып жүрген нәрсе. Ал бүгінгі депутаттарымыз өзгерді. Өйткені рейтинг бар ертең. Ол қалай болғанда рейтинг бар. Оның кемшін тұстары бар шығар, бірақ рейтинг бар. Ал оны енді біздің партияның тарапынан осы фракцияның мүшелерін, депутаттарымыздың жұмыстарын өздері де біз де көрсете алуымыз керек халыққа. Бірлесе отырып. Біздің барлығымыздың үйлеп жатқан бір тердің пұшпағы. Біз көрсете алуымыз керек. Партия, депутаттар өз тарапынан, партия біз тарапымыздың барын бірлесіп отырып, оны көрсете алуымыз керек халыққа. Мына депутат мынандай жұмыстарды атқарып жатыр.
мына депутат ертеңгі күні ана рейтингтің соңында алған депутаттардың депутаттық мандатын алып жатқан кезінде біз халыққа түсіндіруіміз не үшін ол депутаттық мандатты одан алып жатыр, не үшін рейтингтен төмен баға алды және не үшін кетіп жатыр, осының бәрін біз түсіндіруіміз керек. Сол үшін анализ және мониторинг жұмыстарының бәрі жүргізіліп жатыр. Енді мынау басқа сұрақтарға ойысайық. Идеология саласын өте жақсы білесіз. Идеология саласына хабарыңыз бар. Соңғы 30 жылда Қазақстанда идеология болды ма деп сұрағым келіп отыр сізден. Неге идеология болған жоқ? Біз осы деңгейге қалай жеттік? Егер идеология болмаса. Біз қалай қалыптастық егер идеология болмаса? Идеология қандай деңгейде болды десек, это ол басқа сұрақ. Идеология болды, бірақ та оның кемшін тұстары болды, әрі де бар. Қандай кемшін тұстары бар? Енді мен сізге бір нәрсені айтайын. Мына Германияда мындай бір саясат бар. Кез келген жасалынатын дүние немістің пайдасы үшін жасалыну керек, оларды сондай. Кез келген нәрсе, экономика неміс үшін жасалыну керек. Саясат неміс үшін жасалу керек. Туризм неміс үшін жасалу керек. Тағы қандай салалар бар? Ауыл шаруашылығы неміс үшін жасалу керек. Машина саласы неміс үшін жасалу керек. Барлық нәрсенің ортасында неміс халқы тұр, неміс ұлты тұр. Міне. Ал арасындағы дүниенің бәрін өздері шешіп отырады. Бізде енді мына геополитика деп жатады ғой бізде. Осы геополитикаға байланысты бізде бұл мәселе кемшін тұстары бар. Менің ойымша біз әлі жайлап болған келетін кезіміз алда. Кейбіреулер асығат болған. Неге біз соны жасай салмаймыз? Неге осыны бүгінгі таңда осылай жасап? Бізде мына 30 жыл бұрын біз ұмытпауымыз керек. Үлкен империяның ішінен шыққанымызды, және де солтүстігімізде және шығысымызда алпауыт мемлекеттердің отырғандығын, олардың ықпалын ұмытпауымыз керек. Және бүгінгі таңда болып жатқан жағдайлардан біз сабақ алуымыз керек. Керек. Бұл шеңберде біздің ішкі және сыртқы саясатымыз 30 жылда дұрыс болды деп айта аламын мен. Дұрыс болды. Және әрі қарай да ол дұрыс жалғасын табатынына мен күмәнім жоқ. Түсінікті. Енді бізде кеше қасіретті қаңтар оқиғасында көп хабарландыруда оқып жаттық қой. Ата-аналарға үндеу жасап жаттық, балаларыңызды үйден шығармаңыздар деген сияқты. Бұл тікелей келіп бала тәрбиесіне, оның түбі бар, ұлттық құндылыққа тіреледі. Біз осы кезде ұлттық құндылыққа келгенде, бала тәрбиесіне келгенде нені ұмыттық? Нені ұмытпауымыз керек? Енді мен сізге бір нәрсені айтайын. Мына отбасыдан мемлекет құралады. Отбасының ішіндегі дүние бұл өте күрделі процесс. Оған жеңіл қарау дұрыс емес. Біздің жақсы құндылықтарымыздан кеңестік дәуір айыра жазады. Ең басты екі құндылық бар бізде, адамда, өмірінде. Ол бірінші жар таңдау. Екінші мамандық таңдау. Екі үлкен дүние бар. Осы екі нәрсенің барлығын бізде қоғамда үйленетін кезінде махаббатпен балалар өздері таңдапты. Сол сарқын ғой кезінде, сарқын шақтары кезіндегі мына. Ал бізде кезіндегі сақ-құғын дәуірінен бері қайғы, кезінде түркі қағанатын, алтын орданы, қазақ хандығының барлығын алып қалатын болсақ, бізде бұл үйленуге өте үлкен мән берген. Өйткені отбасы осы жерден басталады. Отбасы осы жерден басталса, мемлекет содан құралады. Мен жаңа айтқанымдай, осы одақ, үйлену одағы осы жерден басталады. Ол жерде қателескен адам бармағын істеп өтеді. Бүгінгі таңда отбасының ішінде әке, ана, бала деген өзі үш ұғым бар ғой отбасында. Осы отбасын әрқайсының орны болу керек. Әкенің орны болу керек. Оны болған бізде кезінде.
Қазір соны ананың орны болу керек, баланың орны болу керек. Осыны кейбір отбасыларында ауыстырып алып жатады. Мен енді бұл жерде мына көрермендерден бір нәрсені кешірмеймін, бұл толық отбасына байланысты айтып отырған дүние. Кейбір толық емес отбасылар бар, асыраушысы белгілі бір жағдайлармен асыраушысы жоқ отбасылар, оларға қатысы жоқ бұл жерде. Мен толық отбасын айтып отырмын. Әкесі бар, анасы бар, балалар бар, отбасылар туралы айтып отырмын. Осы отбасында мына баланс жоғалса, ол отбасының біздің тұғырымызға сәйкес келетін, ұлттық құндылықтарымызға сәйкес келетін, болашағымыздың бағдарына дұрыс үлес қосатын, мемлекеттің, қоғамның дұрыс дамуына үлес қосатын отбасы болады дегенге күмән бар. Кәсіпкерлік саланың қыр-сырын қанық білесіз өзіңіз? Енді сұрағым келіп отыр. Қазақстанда кәсіп бастау қиын ба? Жалпы қандай кедергілер бар? Енді бастап кезде қиын болды. Егемендіктің бастапына біздің халықтың арасында 90-шы жылдар деген бір жақсы бір түсінік бар ғой. 90-шы жылдарда оңай болған жоқ. Жаңағыдай империядан, кеңестік дәуірден ешқандай бизнестен, коммерциялық жаңағы саладан мұрнына иіс келмейтін халықтың барлығы бірден бір күнде екінші реформа болып басқа бір неге әлемге өткеннен кейін ол қиын болды. Және де ол 2000 жылдарға дейін жалғасын тапты. 2000 жылдардан кейін мемлекетіміз есін жиып, әлемнің түкпір-түкпіріне болашақ бағдарламасы арқылы студенттерімізбен жіберіп, мемлекет басшылары өздері барып, осы экономика саласындағы және капитализмнің жаңағы бүкіл шығысын біле отырып, бізге өзімізге алып келіп ендірді. Бүгінгі таңда менің ойымша Қазақстанда кәсіп ашу қиын емес, оны алып бару жағы ойландырады. Мен үнемі өзім әр тренингте оқып тұрам, студент жастарға, мемлекет қызметшілерге. Мен бір нәрсені айтқым келеді. Мысалға, кредит алады бір кісілер. Кредит алады да баратта, мысалға 10 миллион теңге кредит алдық дейік. 10 миллион теңгеге баратта қора соғады. Қора соғады, сосын арғырай малға ақшасы жоқ болып отырады. Қараңыз. Бұған кім кінәлі? Айтыңызшы. Сосын мен осы ассамблеяда жүрген кезімде, әрі осы бизнес саласымен де біз мына басқа ұлттардың жасап жатқан дүниесін қазақ ұлтына үйрету үшін біз Қарабұлақта болдық. Қарабұлақ, Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылында. Қарабұлақ ауылы өзіңіз білесіз, халқы өте көп шоғырланған, өзге кеңдерден жинақталған, және де мал шаруашылығына үлкен басымдық берген регион. Сол жерде біз көргеніміз, мына жағын шлакоблоктан соға салады, төбесін бір скатты жаңағы навеспен жабады да, малды айналдырып П-образды өзінің 8 сотық жеріне қораны соғады да, ешқандай расход жоқ. Сосын қатарынан жаңағы қыстың кезінде болатын болса, жылыжайға арналған күлеңкелерді мына жағын жаба салады, өз көзімізбен көрдік. Сонда жаңағы олар 10 миллион теңгенің 2-3 миллион теңгесін қораға жұмсайды да, қалған бәріне мал алады да, жем алып, шөп алып, аңар асырап сатып айналымға жібереді. Көрдіңіз бе? Бұл жерде мысалға сосын екінші бір тағы бір нәрсе айтатын, бір кісілер былай істейді. Баратта үлкен қаражатты алып алады да, естиді ол жаңағы, мына сеть ресторан жасап жатыр. Мына кісі кофенің сеть, сондай бір қаланың бәріне кофенің бәрін жасап жатыр дейді да, көп ақшаны алады да, тарсылдатып жаңағы ғимаратты алудан сөзден бастайды. Өзінің ода білімі жоқ. Басқа саланы білу мүмкін, жаңада білімі жоқ. Және де қасында командасы жоқ. Алып кеп салып жібереді. Ал не істейді? Не істеу керек? Бірінші, көп халықтар былай істейді. Есік алдынан мынанша самса сататын, оқшақ қойып қойды, самса сатады. Самсасын сатып жатады, ол 1 жыл, 2 жылда самсасын жақсы өтіп жатқан көреді, одан әрі пайда көреді.
сол бір күні қарасаңыз 4-5 жаңағы стульяларды қойып қояды да бір қазан сорпа, бір қазан палау жасап жатады жаңағы жерде. Бір күні қарасаң жаңа жерде кафе пайда болады. Сосын кафе әрі сейт болып жатады жаңағы. Бұл кішкентайдан ғана бастап, үлкен дүниеге жетудің бір жолы. Ал бізде кейбіреулер керісінше жасап жатады. Мемлекет тарапынан барлық жағдайлар жасалып жатыр. Кредит бар. Даму арқылы сіздің жарты жаңағы банктың процентін төлеп отырады. Программаларын жасалады. Бұны көріп жұмысты жасау керек. Аянышты жағдай 500 мың теңгеден қайтарымсыз жаңағы гранттар берілді. Біз өзіміз көрдік, сол гранттардың барлығын алып жаңағы тойға жұмсап жүргендерін, немесе басқа жаңағы баласының кредитін жауып жүргенін, немесе өзінің кредитін жауып жүргендігін, немесе басқа нәрсеге жұмсап жүргендерін көрдік. Ал халық оны жақсылап түсіну керек. Мемлекет бізге не береді емес, мен мемлекетке не берем деп жасаса, менің ойымша нәтиже болады, және мемлекетіміз жоғарыға шығады. Мемлекет тарапынан бөлініп жатқан қаражаттар өте көп, жасалған программалар да өте көп. Түсінікті. Енді мына осыған қатысты, салаға қатысты қазір өзіңізде байқаған шығарсыз, әлеуметтік желідегі өз кәсіпкер болмаса да тренинг өткізетін азаматтар көбейген. Халықты жаңағыдай 5-6 теңгеге сен 2000 теңге бері ғой, мен саған миллион табудың жолын үйретемін дейді. Осыған қатысты бір өзіңіз тәжірибелі кәсіпкер ретінде пікіріңіз қандай? Бұл шынымен де бар нәрсе ме, жоқ әлде бұл әшейін алаяқтықтың бір түрі ме? Енді мен бұл туралы мынандай ойым бар. Мен Уоррен Баффет деген Американың алпауыт жаңағы кәсіпкері бар, әлемге танымал. Бүгінгі таңда 113 миллиард доллары бар азамат, және де әлемде теңдессіз қайырымдылық жасаған жаңағы олигархтардың бірі деп айтсам қателеспеймін. Осы Уоррен Баффеттің мысалға жетістікке жеткен тарихы бар. 6 жасынан бастап кәсіппен айналысқан. Вашингтон пост деген газет шығады, білесіз, Америкада. Сол Вашингтон постта көшеде жүріп, газет алыңыздар, бір киноларда болса, газет алыңыздар деп оны сатқандығы туралы, басқа да дүниелерді жасағандығы туралы. Сосын 39 жасына келіп, миллионер аталғандығы, мультимиллионер аталғандығы, және де бүгінгі таңда үлкен байлығы 50 жастан кейін келіп, бүгінгі таңда 92 жасқа келген Американың азаматы, сөйлеу құқығы бар ол кісіде. Сөйлеу құқығы бар. Оны тыңдайды. Өйткені ол өз басынан өткізген, көрген қиыншылықтардың барлығын, жаңағы орысша тонкость дейді ғой, солардың барлығын басынан өткізген азамат ол. Оның айтқандығы өтеді. Халық оны тыңдайды. Ал бізде қазір әлеуметтік желілерде сондай азаматтар, мен енді бәріне топырақ шашпаймын, тағы да қайталап айтайын. Ішінде өзі бірде-бір кәсіппен айналыспаған. Қолынан келмейді. Теориялық жаңағы кітаптарды оқып алып, соны жұрттарға үйреткісі келетін азаматтардың жаңағы тізімі бар. Бұл енді мен сізге айтайын, халыққа сөйлеу құқығы бар туралы дүниені айтайын мен сізге. Сөйлеу құқығы деген қалай? Сөйлеу құқығы кімде бар? Сөйлеу құқығы ол басынан өткізген адамда бар. Сөйлеу құқығы кімде бар? Сөйлеу құқығы басынан өткізген адамның тыңдармандары тыңдаған кезде бар. Тыңдармандар тыңдап, содан осы кісінің жолын ұстанайық, осы кісінің жаңағы ұстанған ұстанымын ұстанайық, сонда бізде жетістікке жетейік деген дүние болады. Ал жаңағыдай дүниелердің барлығын тыңдай беру енді дұрыс емес деп ойлаймын. Енді мына халық айтса қалыс айтпайды, халықта оны біледі, көзі ашық, көкірегі ояу, соның басынан осыны өткізіп барып жаңағыдай тренинг өткізіп жатқан, халықты үйретіп жатқан тұлғаларды көп бізде. Вот соларды тыңдаған дұрыс қой деп ойлаймын. Яғни соған кеңес бересіз? Соған кеңес беремін, соларды тыңдаған дұрыс деп. Басынан өткізіп барып, қиыншылықтардың бәрін өткізіп барып. Енді мынандай нәрсені түсіндірейін. Мына тренингті көбісі өткізе алмайды. Бизнесмендер өте көп. Үлкен жетістікке жеткен бизнесмендер көп.
бірақ олар өзінің жеткен жетістігінің бәрін сөйлеу қоры жеткізе алмайды оны. Ал екі жақты қатар алып жүрген адамдар бар. Бизнесте үлкен жетістікке жеткен және сөйлеу мәнері бар, ораторлық жаңағы қабілеті бар адамдар бар. Осылардың сөз өтімді келеді ғой деп ойлаймын. Әр өзі жетістікке жеткен ораторлық жаңағы қабілеті бар азаматтар тыңдаған дұрыс деп ойлаймын. Түсінікті. Енді бүгін біраз тақырыптардың басын шалдық деп ойлаймын. Өзекті ойлар ортаға тасталды. Пікіріңіз үшін әрине алғысымды білдіремін. Енді сұхбаттың соңында бізді тамашалайтын көрермендеріміз бар. Оларға не айтар едіңіз, не дейсіз? Мен осы көрермендерге айтарым, біздің бір ғана отанымыз бар. Біздің бір ғана еліміз бар. Бір ғана мемлекетіміз бар, оның аты Қазақстан. Осы Қазақстанның дамуы үшін, әлеуметтік экономикалық өсіп өркендеуі үшін әрбір азаматша үлес қосу керек деп санаймын. Үлес қосу керек. Қалай үлес қосамыз дегенге мен айтайын, мұғалім, ұстаз жақсы баланы тәрбиелеу керек. Білімді қылып, тәрбиелеп шығару керек. Дәрігер жақсылап емдеу керек. Техника саласында жүрген азаматтардың барлығы да машиностроениесі болсын, басқа саласы болсын, сол сала жетік меңгеріп, еліміздің дамуына үлес қосу керек. Саясаткерлер саясатпен айналысу керек, экономикада жүрген адамдар экономикамен айналысу керек. Былайша айтқанда бір халық баяғыда айтқан екен, шымшық сойса да қасапшы сойсын деп. Әркім өз орнында профессионалды түрде жұмыс жасаса, біз әлі дамыған 30 елдің қатарына әлі-ақ қосыламыз. Әлі-ақ біз бабаларымыз армандаған қой үстінде бос тұрған жұмысталған заманға жетеміз. Осыған мен халықтың барлығын шақырамын. Сұхбатқа келісім бергеніңіз үшін тағы да алғысымды білдіремін. Алдағы уақытта тек абырой биігінен көріне беріңіз деп тілеймін жобамыздың атынан. Ал құрметті көрермен, бүгінде біз бірқатар тақырыптар төңірегінде сөйлесіп сұхбат құрдық. Бүгінгі кейіпкерімізге тағы да алғысымызды білдіреміз. Ең бастысы біздің парақшаға жазылуды және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.